Сәлем, Южута қарапайым экономика. Біз бүгін Қазақстан Республикасының президентінің TikToktағы жарнамасы туралы, кешірерсіздер, тәуелсіз Қазақстанның тәуелсіз емес ақпараттық медиасы жайлы, ресейлік ток-шоулар жайлы және Америка Құрама Штаттары қаржыландыратын ақпараттық медианың тарихы жайлы айтамыз. Яғни, бүгінгі біздің видеомыз пропагандаға арналады. Абайлаңыз, пропаганда. Әлемде аса үлкен көлемде ақпараттық соғыс жүріп жатыр. Адамдардың басы, ойы мен миы үшін соғыс. Бұл соғыстың басталып кеткені қашан? Мысалға, фашистік Германия пропаганда ретінде 5 миллиард парақша таратқан. Оларды тіпті самолетпенен қалалардың үстінен шашқан, құдды бомба сияқты. Әрине, ол кездегі басты қару бас-бастану еді. Кейіннен пропагандалық плакаттар сәнге айналды. Мысалға, мынау Қытайдағы капитализмді жек көрінішті етіп көрсететін плакат. Ал мынау Кеңес одағы заманы тұсындағы социализмді насихаттап, ал капитализмді сынайтын плакаттың бір түрі. Америкада мұндай плакаттар болған жоқ, яғни Америкада пропаганда болған жоқ деп ойлайсыз ба? Шатаспасаңшы дос, әрине болды. Америкалық саясаткерлер пропаганданың өте бір ерекше түрін таңдады. Ол Кеңес одағын экономикалық тұрғыдан артта қалған ел ретінде көрсетіп, әзіл ретінде пропаганда жасау. Мысалға, Американың президенті Рональд Рейганның кезекте бір әзілін, яғни анекдотын сіздерге қазақшаға аударып айтып берейін. Өздеріңіз жақсы білесіздер, Кеңес одағында автокөлікті сатып алу үшін адамдар 10 жылдап кезекке тұрады. Бір күні Москвада бір адам көлік сататын жерге келіпті, ақшасын төлепті, болғаннан кейін көлік сататын адам: болды, сізді енді кезекке қойдық, енді кезегіңіз тура 10 жылдан кейін келеді, 10 жылдан кейін келіп, көлігіңізді алып кетсеңіз болады деп. Сонда жаңағы адам тұрып, 10 жылдан кейін түске дейін ба, түстен кейін ба деп сұрапты. Сонда сатушы жігіт таңғалып, бәрібір емес пе, әлі 10 жыл уақыт бар ғой десе, жаңағы адам: не ғой, түске дейін үйге ыстық судың құбырын тататындар келетін еді деп жауап берген екен дейді. Арада көп жылдар өтті. Пропаганданың неше бір түрлері болды. Дәл қазір Ресейдің басты анекдотчигі Владимир Путин сол баяғы Америка Құрама Штаттарының президенті Рональд Рейганның тәсілін өте жақсы қолданып келеді. Мысалға, Валдайда өткен бизнес форумда Ресей президенті Владимир Путин мынандай бір әзіл айтқан еді. Қазақшаға аударып берейік. Европада баласы әкесінен сұрайды: папа, біздің үй неге суық? Әкесі жауап береді: өйткені орыстар Украинаға шабуыл жасады. Баласы сұрайды: біздің не қатысымыз бар? Әкесі айтады: біз орыстарға санкция салдық. Неге? Өйткені олардың жағдайы қиын болсын деп. Баласы сұрайды: сонда не, біздер орыстармыз ба не? Осы әзілі арқылы Ресей президенті Владимир Путин Европада газ жоқ, олар қазір суық үйде тоңып отыр деген пропагандалық ойын айтқысы келді. Ал біз ше? Біз неге бұл әзілді сіздерге айттық? Біздің басты мақсатымыз пропаганданың түрлері көп, оны ажырата білсе екен деген ойменен. Күліп болдық па? Енді өз елімізге оралайық. Қазір жылайсыздар. Осыдан бірнеше айлар бұрын президент сайлауының қарсаңында елімізде барлық әлеуметтік желілерде жарнама ретінде, жай ғана видеоролик емес, жарнама ретінде президенттің видеороликтері қаптап кеткен болатын. Есіңізде шығар? Сәл ұмытып кеткен болсаңыз, есіңізге түсіріп көрейік. Сонымен, бізде президентті қалай жарнамалады? Біріншіден, ол өте білімді. Екіншіден, ол көп тіл біледі. Үшіншіден, ол жақсы дипломат. Сондықтан да ол президент болуға лайықты. Одан басқасын, одан жақсын таппайсыңдар, деді ғой. Ал енді ойланып көрейік. Украинаның президенті Зеленский. Мамандығы бойынша актер. Дәл сол сияқты Америка Құрама Штаттарының 40-шы президенті Рональд Рейганның да бағанағы әзіл айтқаны жігітті айтам. Сол жігіт, ол да актер болған. Тек актер болғаны үшін олар жаман президент болды деп айта аламыз ба? Әрине жоқ. Дәл сол сияқты. Тек қана дипломат болғаны үшін, тек қана өзге тілдерді білгені үшін біздің президент ең үздік президент бола алмайды ғой. Қазіргі тәуелсіз Қазақстанның тәуелсіз емес ақпараттық медиа алыптарын
біздің қоғам қабылдай алмайды, көргісі келмейді, олардың таратқан ақпараттарынан жиіркенеді. Сол себепті қазіргі қазақ азаматтары егінді қалай егуді, малға қалай күтім көрсетуді, баланы қалай тәрбиелеуді, экономикалық тұрғыдан қаржыны қалай басқаруды теледидардан емес, ютубтан көргенді жөн көреді. Себебі қазіргі қазақ телевидениесында бұл тақырыптар сөз болмайды. Арзан күлкі, ойын-сауық қана бар. Дәл осындай жағдайда не болатын еді? Әрине, ит жоқта деп басталатын мақал еске түседі. Осындай жағдайда шетелдік ақпараттық медиалар елімізге келеді. Олар негізінен ресейлік және америкалықтардың қаржыландыруымен. Бұларға жеке-жеке тоқталып өтетін боламыз. Ал қазір осы видеоға лайк басып, арнамызға тіркеліп, видеоны барлық WhatsApp топтарда таратуыңызды сұраймыз. Қазақстанда ресейлік арналар тәп-тәуір жұмыс жасауда, пропагандасымен айналысады. Ал еліміздегі ақпарат министрі оларға қарсы ешқандай қауқарсыз. Бір қарағанда олардан ешқандай қауіп жоқ сияқты көрінуі мүмкін. Қазір қазақстандықтардың бәрінің көзі ашық, көкірегі ояу, олар енді еш нәрсеге алданбайтын сияқты болуы мүмкін. Алайда олар өздеріне қажетті аудиторияны әлде қашан бөліп алған. Өз аудиториясын сендіруді олар жақсы біледі. Өз аудиториясын бөліп алған деген терминді бекер айтқан жоқпыз. Шынымен де бөліп алды. Олардың аудиториясы қазір сіз тыңдаған музыканы тыңдамайды, сіз көрген киноны көрмейді, сіз көретін арналарды да тамашаламайды. Олар бөлек әлем сияқты. Ал бұл әлемге Ресей президенті Владимир Путин орыс әлемі, яғни русский мир деп ат қойған. Ресей пропагандасы түсінікті, ал америкалық пропаганда деп сіз нені айтқыңыз келді деп таңғалып қалған боларсыз. Азаттық радиосы Қазақстандағы ең бір тәуелсіз, шынайы, бүкпесіз әрі жан-жақты ақпарат тарататын медиа екенін айтсақ, ешкім бізге қарсы келмейтін болар. Көптеген азаматтар, барлығы дерлік, Азаттық радиосының шетелден, мұхиттың арғы жағынан Америкадан қаржыландырылатынын жақсы біледі. Бірақ сонда да оған сенеді. Неге? Сенеді. Бұған менің дәлелім де бар. Мысалға, 2010 жылы ашылған Азаттық радиосының YouTube арнасында қазір 1.600.000-нан астам тұрақты тіркелуші бар. Ал қазақстандықтар бұл арнаны 700 миллионнан астам рет видеоларын қараған. Осыған қарап, сіз Азаттық радиосының тарихы 2010 жылдан басталады деп ойласаңыз, қателесесіз. 1947 жыл КСРОда Америка дауысы деп аталатын радио пайда болды. Бұны Америка Құрама Штаттары қаржыландырды. Кеңес одағын құлатқан бірден бір күш деп айтсақ та болады. Ал енді бір сұрақ туады. Азаттық радиосының құпиясы неде? Алғашында Америка дауысы болып ашылған бұл радио кейіннен 47 елге тарады. Дәл қазір сол елдердің тілінде ақпарат таратады. Ресейде Радио Свобода, ал Қазақстанда Азаттық. Қырғызстанда бөлімшесі жақында ғана жабылған бұл радио Америкадан қаржыландырады деп айтып өттік. Олардың басты құпиясы, олар пропаганданы таратпайды. Керісінше, елдегі пропагандалық ақпараттың тек шынайы бет-пердесін ашумен келеді. Осы арқылы ол халыққа сүйкімді. Осы жерде ескере кететін бір жайт бар. Егер де елде бәрі жақсы болатын болса, экономикалық және саяси жағдайы өте жақсы болатын болса, елдегі билік институттарының бәрі дұрыс жұмыс жасаса, елде бірде-бір шетелдік ақпараттық арна, не болмаса шетелдік агенттер жұмыс жасай алмаған болар еді. Яғни Қазақстанда Азаттық радиосына сұраныс бар. Бізге дәл қазір азат ойлы, еркін ойлай алатын азаматтар қажет. Біздің елдің азаматтары пропаганда мен ақиқаттың ара жігін ажырата алуы қажет. Есіңізде сақтаңыз. Сіздің шын жанашырыңыз ғана сіздің еркін ойлы әрі азат болғаныңызды қалайды. Осы тұрғыдан бір сұрақ туады. Дін, ол да пропаганда ма? Біз жақында ғана діннің экономикаға әсері жайлы видео шығарған болатынбыз. Сілтемесі экраныңызға шығып та тұрған болар. Міндетті түрде көріңіз, бағасын беріңіз, ойланыңыз. Бұл видео сізге міндетті түрде ой салатын болады. Басып, кіріп, қарап шығыңыз. Ал біз сізбен қоштаспаймыз.
келесі кездескенше аман сау болыңыз дейміз.